Админ, осы сіз кімсіз? Қайдан келдіңіз? 30 жылдан бері енді есіңізге түсті ма? Қазақ екенін, патриоттық азамат екенсіз, адамдарды шаққыстырмаңыз, кінә депті, ары қарай симай қапты комментариям. Сіз кімсіз дейді. Мен адаммын. 30 жылдан бері енді есіңізге түсті ма дейді. Не есіме түсті? Мен мына тіл мәселесінде жүргеніме 10 жылдан асып кеткен шығар. Талай сот процесстеріне қатыстық, талай тіл мәселесі бойынша жұмыстар істедік. Оны интернеттен көрсеңіз болады, іздеп тауып алсаңыз болады. Адамдарды шағыстырмаңыз дейді. Ешкім адамды шағыстырып тұрған жоқ. Қазақстан, әрбір Қазақстанның азаматы мемлекеттік тілді меңгеру керек. Ол парызы, борышы. Ол жаңағы заңда жазылған, көрсетілген. Мемлекеттік тіл Қазақстанда қазақ тілі. Есіңізде болсын, ол біздің ата заңымызда, Конституцияда көрсетілген.